қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бағдарламалау тілдерінің жіктелуі мен түрлері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бағдарламалау тілдерінің жүйеленуін, бағдарламалау тілдерінің айырмашылықтарын, ерекшеліктерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтай білетін боламыз. Бағдарламалау тілі дегеніміз адамның электрондық есептеуіш машинасымен байланысының жасанды тілі. Ол мәліметтер мен оларды өңдеу алгоритмдерін компьютерде сипаттауға арналады. Бағдарламалау тілі төменгі және жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі болып бөлінеді. Егер бағдарламалау тілі нақтылы процессор типіне арналған және оның ерекшеліктерін ескеретін болса, онда ол төменгі деңгейлі бағдарламалау тіліне жатады. Ал егер компьютерге қарағанда адамға анағұрлым жақын әрі түсінікті болып келетін жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі болып табылады. Программа компьютер түсінетін тілде жазылған командалар және нұсқаулар жиыны. Демек, программа компьютерде белгілі бір тапсырманы орындауға арналған нақты команда тізбектерінен және нұсқаулықтардан тұрады. Программа жазу процесін программалау деп атайды. Компьютер түсініп, қабылдай алатын тілді программалау тілі деп атаймыз. Бағдарламалау тілінің түрлері. Бағдарламалау тілі белгілі бір мәселелер класын шешу бағдарламасын сипаттауға арналған тіл. Бұл тілде мамандар кәсіптік терминдер түрінде электрондық есептеуіш машиналар үшін тапсырмалар құрастыра алады. Әрі онда мәселені шешу үшін орындалатын нақты қадамдар міндетті түрде көрсетіледі. Мұндай тілге Fortran, Pascal, Algol, PL1, COBOL, Basic, Delphi, C тағы басқа программалар жатады. Мұның ішінде Fortran ғылыми техникалық есептерді шығару үшін, Pascal өндіріс пен оқуда, Basic дербес компьютерде жұмыс істеу үшін қолданылады. Ал балалар, экранға назар аударайық. Программалау тілінің схемасын қарастырып көрейік. Программалау тілі екіге бөлінеді. Процедуралық және процедуралық емес. Процедуралық екіге бөлінеді. Олар төменгі деңгейлі және жоғары деңгейлі. Төменгі деңгейліге ассемблер программасы жатады, ал жоғары деңгейліге Fortran, Basic, Pascal және C программасы жатады. Процедуралық емес тілге олар екіге бөлінеді. Объектіге бағытталған тіл және декларативті тіл. Объектіге бағытталған тілге C+ программасы, Visual Basic, Delphi және Java программалар жатады. Декларативті тіл логикалық және қызметтік болып бөлінеді. Логикалық тілге Prolog программасы жатады, қызметтік тілге Lisp программасы жатады. Программалау жүйесі екіге бөлінеді. Олар программалау тілдері және аударғыштар болып. Программалау тілдерінің белгілі бір заңдылықтары бар. Алфавиті, қызметші сөзі, өзінді жазылу ережесі. Транслятор, аударушы программа. Адамға түсінікті тілдегі ақпаратты құрылғыға түсінікті тілде аударатын программа. Компиляторлар жоғары деңгейдегі программаны
компьютерге түсінікті, машинелік тілдегі командаларға аударып орындайды. Мысалы, PrePascal, Комплер, C және C+ программасы. Интерпретаторлар. Программаны машинелік тілдің командаларына аудармай, бірден орындайтын программа. Мысалы, JavaScript, Visual Basic Script және басқалар. Кемшілігі программаның орындау жылдамдығы төмен. Жоғары деңгейлі программалау тілдері. Олар: Fortran тілінің көпке дейін сақталуының себебі Fortran тілінің өзінің және оған арналған трансляторлардың қарапайым құрылымы болып табылады. Fortran тіліндегі бағдарлама белгілі бір стандарттар бойынша құрастырылады. Операторлар тізбегі қатаң ретпен жазылады. Fortran тілінде жазылған бағдарлама бір немесе бірнеше сегменттердің жиынтығы болып табылады. Бүтін бағдарламаның жұмысын басқаратын сегмент негізгі бағдарлама деп аталады. COBOL бағдарламалау тілі 60-шы жылдарда жасалған. Ол экономикалық салада бизнес есептерді шығаруда қолданылады. Оның ерекшелігі көп сөзділігінде болып табылады. Оның операторлары кәдімгідей ағылшын фразаларына ұқсайды. COBOL тілінде сан алуан сыртқы тасымалдаушыларда сақталатын өте ауқымды ақпараттармен жұмыс жасау үшін қуатты құралдар жасалған. Бұл бағдарламалау тілінде қазіргі таңда көп қолданылатындар қосымшалар жасалған. Algol 1960 жылы шығарылған компиляторланатын тіл. Негізінен Algol тілі Fortran бағдарламалау тілінің орнына қолдану үшін жасалған. Алайда оның құрылымы өте ауқымды болғандықтан, бұл бағдарламалау тілі кең таралған жоқ. 1968 жылы Algol 68 версиясы пайда болды. Бұл версия өзінің мүмкіндіктері жағынан қазіргі кезде көптеген бағдарламалау тілдерінен басым болып келеді. Алайда сол заманда жетілдірілген компьютерлер болмауы салдарынан бұл тілге сәйкес тиімді компиляторлар жасап шығару мүмкін болған жоқ. Basic тілі 1964 жылы Англияда шығарылған. Бұл тіл негізінен бағдарлауды оқыту тілі болып табылады. Толық түрінде бастаушыларға арналған көп мақсатты символдық оқытушы коды болып келеді. Basic тілінің Fortran тіліне ұқсас екендігін аңғарады. Бұл тіл оңай қабылданғандықтан Fortran тіліне қарағанда бұл тіл бағдарламалар жылдамырақ құрастырылатын. Сонымен қатар Basic тілі дербес компьютерлерге қолайлы болды. Осының салдарынан Basic тілі әйгілі тілдердің біріне айналады. C бағдарламалау тілі Bell лабораториясында жасалған. Бұл тілді ассемблердің орнына қолдану үшін шығаруды жоспарланған еді. C программасы бұл жалпы тағайындаудың тілі. Ол өзінің үнемділігімен, тиімділігімен ерекшеленеді. Аталған ерекшеліктер арқасында C тілі арқылы бағдарлама өнімдерінің кез келген түрін жасауға болады. C тілі құралдық тіл ретінде қолданылады. Жедел және тұтас бағдарламаларды құрастыруға болады. Java бұл тіл 90-шы жылдарда Sun компаниясы мен C+ негізінде шығарылған болатын. Бұл тіл C+ тілінің жетілдірілген түрі болып келеді. Ол Basic-тен кейін дүние жүзі әйгілі тілдерінің ішінде екінші орынды алады. Pascal тілі IBM,
PS дербес компьютерлеріне арналған дәстүрлі алгоритмдік бағдарламалау тілі. Бұл Паскаль тіліндегі бағдарлама қойылған мәселені шешуге әкелетін арнайы ұйымдастырылған деректерді түрлендіру қадамдарының тізбегі екенін білеміз. Кез келген басқа тілдер сияқты Паскаль тілінің өзінің алфавиті, символдар жиыны, өзінің грамматикасы, операторларды жазу және бағдарламаларды безендіру ережелері болады. 80-ші жылдардың ортасында бағдарламалау негіздерінде жаңа бағыт, объектіге бағытталған бағдарламалау пайда бола бастады. Мұндай бағдарламалауға Delphi бағдарламасы жатады. Ал құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Сабағымызды қорытындылай келе, мына бақылау сұрақтарына жауап береміз. Сау болыңыздар.